Мұхитарал, океанариум. Дархан далаға жеткен мұхит тамшысы. Капли океана посреди степи. Екінші бөлім. Сиыр балық, рогатый кузовок или рыба-коровка. Сиыр балық. Мөлшері 40 сантиметрге дейін. Мекені Үнді мұхитының рифті аймақтары. Ерекшеліктері бұл тұқымдас балықтардың көптеген күшті улы заттар шығарады да жауларын шошытады. Өз уларынан өздері қорғана алмауы мүмкін. Су астынан көрегін тапса, қуатты тістерімен тасты қыршып опыра алады. Су бүрку арқылы құм астынан да көрегін жинайды. Рогатый кузовок или рыба-коровка. Размер до 40 сантиметров. Ареал обитания – рифовые зоны Индийского океана. Особенности. Эти рыбы выделяют яд, отпугивая хищников, но сами не имеют к ним иммунитета. Крепкими зубами кузовок отковыривает кусочки камней, обнаруживая под ним скрывающуюся добычу, или выпуская сильные струи воды, размывая песок и находя под ним съедобные частички. Тас балық, рыба-камень. Тас балық мөлшері 35 сантиметрге дейін. Мекені тропикалық және субтропикалық сулары. Ерекшеліктері тасқа ұқсас, аты осыдан шыққан. Жотасындағы 13 еспесінің түптерінде улы бездері бар. Сүңгуірлерге тасқа ұқсастығы себепті аса қатерлі. Байқамай тас екен деп басып кетуге болады. Рыба-камень или бородавчатка ужасная. Размер до 35 сантиметров. Ареал обитания – тропические и субтропические воды. Особенности. Очень похожа на камень, отсюда и название. Спинной плавник имеет 13 полых шипов, у основания которых ядовитые железы. Смертельно опасно, особенно для водолазов, которые могут наступить на нее, приняв за камень. Ақ испелі акула, белоперая серая акула. Ақ испелі акула, мөлшері 30 метрге дейін. Мекені Қызыл теңіз, оңтүстік Африкадан Австралияға дейінгі, Жапониядан Жаңа Гвинеяға, Колумбияға дейінгі аралықтар. Ерекшеліктері белсенді жыртқыш. Су түбінің алуан түрлі балықтармен, басқа акулалармен, скаттармен қоректенеді. Белоперая серая акула. Размер до 3 метров. Ареал обитания – тропики Индо-Пацифики. Красное море от Южной Африки до Австралии, от Японии до Новой Гвинеи. Восточная Пацифика, Колумбия. Особенности. Активные хищники. Питаются самыми разнообразными донными рыбами, другими акулами, скатами и осьминогами. Сообщалось, что молодые особи более любопытны, чем взрослые. Мавритан пута, мавританский идол. Мавритан пута, мөлшері 25 сантиметрге дейін. Мекені Индо-Пацифик. Ерекшеліктері шаян тектес жәндіктермен, ұнтақталған етпен, су өсімдіктермен қоректенеді. Ересектерінің көз астында мүйізге ұқсас талшық қылдары бар. Мавританский идол. Размер до 25 сантиметров. Ареал обитания Индо-Пацифик. Особенности. Диета. Мелкие ракообразные, фарш и водоросли. Взрослые особи имеют наросты, рога над глазами. Тенбіл қорапша, пятнистый кузовок. Тенбіл қорапша, мөлшері 15 сантиметрге дейін. Мекені Үнді және Тынық мұхиттарының жағалау аймақтары. Ерекшеліктері бұл тұқымдас балықтардың көптеген түрлері күшті улы заттар шығарады да жауларын шошытады. Өз уларынан өздері қорғана алмауы да мүмкін. Су астынан көрегін тапса, қуатты тістерімен тасты қыршып опыра алады.
су бүрку арқылы құм астынан да көрегін жинайды. Пятнистый кузовок. Размер до 15 сантиметров. Ареал обитания – прибрежные зоны Индийского и Тихого океанов. Особенности. Эта рыба выделяет яд, отпугивая хищников, но сама не имеет к нему иммунитета. Крепкими зубами кузовок отковыривает кусочки камней, обнаруживая под ними скрывающуюся добычу, или выпускает сильные струи воды, размывая песок и находя под ним съедобные частички. Теңіз жұлдыздары, морские звезды. Теңіз жұлдыздары мекені теңіздер мен мұхиттардың жағалау сулары. Ерекшеліктері. Теңіз жұлдызы өзінен бірнеше есе үлкен жемтігін жұтып қорыта алады. Ол құрбандығына төбесінен төніп келіп, аузынан асқазанын сыртқа шығарып, жемтігін қоршағандай тәсілмен жұта бастайды. Морские звезды. Ареал обитания – прибрежные воды морей и океанов. Особенности. Морские звезды способны поглощать объекты несколько раз превышающие их самих по размерам. Для этого они наползают на жертву сверху и через рот выворачивают наружу желудок, выделяя при этом желудочный сок. Через несколько часов звезды сворачивают желудок и уползают.